Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте дәмді, тойымды бауырдан торт дайындайтын боламыз. Менімен бірге болыңыздар. Менің видеома лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Ендеше тортымызды бастайық. Ол үшін бауырымызды осылай ұсақтап турап аламыз. Оны блендердің көмегімен езіп аламыз. Өз қалауыңызша ет тартқыштан өткізсеңіз де болады. Сұйық болып шығу үшін 2 мәрте өткізіп жіберсеңіз болғаны. Міне, біздің сұйықтығымыз осындай болып шығады. Енді оның үстіне жұмыртқамызды саламыз. Қасықпен бір қозғап араластырып, ары қарай блендермен жақсылап езіп аламыз. Сонда біздің сұйықтығымыз бір келкі болып шығады. Енді сүтімізді құямыз. Жақсылап араластырамыз. Енді ұнымызды саламыз. Жақсылап араластырамыз. Жарты шай қасық тұзды саламыз. Және сұйық майымызды құйып, тағы да жақсылап араластырамыз. Дәмі әдемі болу үшін кішкене мен қара бұрыш салдым. Ол өз қалауларыңыз бойынша. Енді бұны қызып тұрған табаға салып пісіріп аламыз. Ол үшін мен арнайы блины пісіретін табамды алдым. Сұйықтықты бірінші салатын алдында бір рет табаға сұйық майды жағамыз. Енді қимақтарымызды табаға бір келкі қып осылай айналдыра отырып құйып, тегіс емес жерлерін тегістеп жіберіп пісіріп аламыз. Кішкенеден соң келесі бетін аударамыз. Осылай қимақтарымыздың барлығын айналдыра отырып тегістеп, әдемілеп пісіріп шығамыз. Енді салмасын әзірлейміз. Ол үшін табамызға майды құйып, пиязды қуырып аламыз. 1-2 минут қуырғаннан кейін оның үстіне үкіштен өткізілген сәбізімізді салып, екеуін қосып тағы да қуырамыз. Міне сәбізімізді салдық. Осылай сәбіз өлгенше қуырып аламыз. Осы жерде тұз бұрышымызды саламыз, немесе суығаннан кейін салсаңыздар да болады. Міне салмамыз дайын болды. Енді майонездің үстіне сарымсақты езіп қосатын боламыз. Бұл қазір қимақтардың арасына жағуға қажет болады. Міне жақсылап араластырамыз. Жылжып кетпес үшін ыдысымызға кішкене майонезді жағып жібереміз. Бір құймағымызды қоямыз, майонезімізді жағамыз. Бір келкі етіп тегістеп жағып шығамыз. Оның үстіне салмамызды саламыз. Оны да бір келкі етіп, осылай жайып, жақсылап салып шығамыз. Оның үстіне күлшемізді салып, осылай барлығын жасап шығамыз. Ең соңында үстіне салмамыз бен майонезімізді жағып аламыз, жан жақтарына, барлық жеріне. Енді оның үстіне қайнатылған жұмыртқамызды үкіштен өткізіп шығамыз. Оның үстіне укропты жақсылап бетіне сүйіп шығамыз. Міне біздің бауыр тортымыз дайын болды. Жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады және өте тойымды. Бауырдың ағзаға өте пайдалы екенін білесіздер. Жасап көруге кеңес беремін. Өте дәмді. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Ұлжан Ерназар.